алып керек емес қой. Жолға уже шығып жатырмыз. Қазір бірінші ол жаққа жеткенге дейін 2-2,5 сағаттай, сол үшін жолға жейтін нәрселер алып жатырмыз. Оларға круассан алдым. Еще самса алып алдым, тандырный самса. Машинада перекус басталып кетті бізде. Күшті от души жеп жатыр. Мынау самса, жаңа самса күшті екен, прям сочный. Жетелдеп қалдық, бірақ алдымызда қараңыздар, тұман. Масқара тұман болады. Жан-жағымыздың бәрі ештеңе көрінбейді. Алдымыздағы машина да көрінбей қалды. Бұл кісілер де тойға шыққан кісілер келді. Бәрі Медина, Тышқан, Айгөл, беттерің сыймайды неге? Екі мен түсіріп кіріп келе жатырмыз. Енді тұман кішкене сейіліп, газельде біздің жартысы осыда 25. Жартысы біз барлығы ғой, біз ақ бөлек. Почти. Біз ғана бөлек машинамен келдік. Негіз по-моему ар жақ сияқты ғой. Балалармен болған соң. Не үшін ар жақ? Ар жақ кезде. Майдалап жауын жауып тұр. О, бәріміз келдік. Кіріп жатырмыз. Соңғы мен келе жатырмын. Көксай деген жер. Тапчаңдар. Беседкалар. Мына жақта шашлық пісіретін жер, тамақ жасайтын жер екен. Майдалап жаңбыр құйып тұр. Уау! Негізі күшті жер. Магазинде қуалаймыз ғой бұны. Қауыспақ ойнаймыз. Саламатсыздар ма? Осы жер ма біздікі? Қалайсыздар? Саламатсыздар ма? Енді көрісіп жатырмыз. Жақта көп сияқты ғой. Юрталар бар еще де. Домиктің ішінде не бар екен? Ана жақтан су жай ағып жатыр. Ана жақта прям қатты таудан ағып жатқан сулар. Бос юрта болса, юрта аламыз деп. Юрта іздеуге кетті жігіттер, қыздар. Арттарынан бара жатырмын. Қандай напормен ағып жатыр. Юрта таптық, юртаға ауысатын болдық. Заттардың бәрін қайта алып жатыр. Қазір ауыстырамыз. Мына жаққа шашлыққа, тамаққа окорочкілер туралып жатыр. Орнымызды ауыстырып жатырмыз. Қайттан заттарымыздың бәрін алып. Ана жақтаға домикқа барамыз дейді, ана жақта.
Ва, қараңыздар, қандай күшті. Оппа. Ана жақта суретке түсейін деп жатыр. Тұман ашылса ғой, мына жақтың бәрі негізі тау ғой. Біз жаңа жалдаған домиктің, короче, біз екінші этажында отыр екенбіз. Мына жаққа түскеннен кейін барып білдім да. Ена бірінші этажында кәдімгідей не ғой, номер ғой. Ұйықтайтын жері де бар, туалет, бәрі бар, короче. И неге дейін? Не дейін андайда? До потолка. Панорама. Панорамный окна, короче. Тауға смело қарап, күшті уақыт өткізуге болады екен. 2-3 күнге қыдыруға келсек, мына қалай. Мария, сен тамақты күшті жеп жүрсің ғой. Сыртынан осындай домиктің. Жаңбыр майдалап жауып тұрды. Бірақ жаңбырға қарап жатқан жоқпыз. Енді қатты салқын емес, сәл салқындау. Түсірмеңдер жігіттер, жерге түсірмеңдер. Бір блогер. Всем чао, всем салют. Тамақ пісті. Құрақ күшті болып тұр. Бірақ бәрін танимысың. Сол бәріңе рахмет. Шай ішіңдер ме? Біздің қыздар атқа мініп. Шайсың ақшасы алған жоқ. Таңсылуды қалыңдық қылып қойғанбыз ғой, жаурамасын деп. Біз анау домиктеміз. Осылай лестницамен көтерілсе де болады. Біз бірақ машинамен келгеннен кейін машинамен бүйтіп, айналып, түсіп, мініп жүрміз. Достарымыз. Видео түсіріп бастап кеттік. Басқа ұлан ұлақ Қоламайды. Кепкан ки. Өтіп кетейік. Түсініп тұрған жоқ. Шашлык пісіріп отқан біз. Ештеңе жеп отқан жоқпыз.